енді магнит дегеніміз ол сиқырлы магниттің қасиеті ол темірдің досы. Енді қараңдар. Балалар мынау не? Мынау не балалар? Қараңдар, ұстап қараңдар. Ал енді мынау ұстап қарайық. Бұл міне магнит дейді. Мынау бізде балалар ұстаған кезде қауіпсіз болу үшін міне мынандай. Ал енді магнит темірді жақсы көреді. Темірдің досы, иә? Енді қайсы темір екен? Мынау. Қайсы? Ал енді қоя қойыңдар. Соны мына жерге қойыңдаршы. Өздері мына жерге қойыңдар. Мына жерге қой. Қане сен қайсы? Иә. Ал енді көрейік. Шынымен темірдің досы ма? Иә. Ал ма? Иә. Темір магниттің досы екен. Ал енді балалар, осы магнит туралы шағын ой көрсетейік. Tamam. Қолмен алып ұста. Жарайсың. Жарайсың. Азатбек алдың ба? Кәнекей. Жарайсың, Азатбек. Біздің магнит біздің магнитіміз судың ішінде де жұмыс жасайды екен, иә? Ал енді ағаш қайсы? Ағаш кәне алғаш өздерің. Ағаш, жарайсыңдар. Темір қайсы бұл жерде? Темір бар. Сосын тағы не бар екен? Тағы не бар? Иә? Мынау не балалар? Қағаз. Ал мынау не балалар? Жіп екен, иә? Жарайсыңдар. Кәне орнына сала қойыңдар. Бәрін сала қойыңдар. Нені алды екен? Қолдарын қосып отырыңдар. Не ол? Темір магниттің досы. Қайсысын алайық екен? Жіп жабысады екен? Иә. Жоқ, жіп жабыспайды екен. Кәне, мына басындағы темірді алып тұр, иә? Ал мына жіпті жабыстырып қойшы. Жабыспайды. Ал енді мынаны жабыстырып қой. Балалар, бізге магнит не үшін қажет екен? Судың астындағы қоқыстарды темірмен жинайды екен. Адамда сасып кету. Адамдар қоқысқа шашып кеткен екен. Енді ол судың астына жатып не істейді? Суды ластайды екен, иә? Сонымен қатар тағы не істейді? Суда жүрген бізде суға түсуге барған кезде аяғымыз не істейді? Жарақаты